Неге мүшем бос тұрады деп маған жігіттер келеді. Яғни мүшенің бос тұруы ғылыми тілде эректильный дисфункция. Яғни жыныстық қатынаста әлсіздік, жыныстық қатынаста дұрыс өзін сенімді ұстай алмауы. Мысалға айтатын болсақ, жасөспірім кезде 16-17-те қатайып тұратын болса, жас ұлғая келе мүшесі бос тұра бастайды. Оның әртүрлі себептері бар. Жан-жақты қарайтын болсақ, біріншісі қан айналымының дұрыс болмауы, яғни кіші замбастағы қан айналымының дұрыс болмауы. Оған жігіттердің өзі кінәлі. Неге? Жүрмейді, дұрыс тамақтанбайды, дұрыс спортпен айналыспайды. Одан кейін, яғни суықтың әсерін, яғни өзіміз білетін простатит. Яғни простата ісінгеннен кейін дұрыс сөл бөлмейді, дұрыс сөл бөлмегеннен кейін мүшенің тұруы тоже әлсіз болады, бос тұрады. Сондықтан бұның алдын алу үшін жігіттер кіші қан айналымын жақсарту керек, көп жаяу жүру керек. Как минимум аз дегенде 40 минут жаяу жүру керек. Сол кезде қан айналым полный жақсарады да, мүшенің тұруын өзіңізде байқай бастасыз, жақсы тұратын болады. Одан кейін бұл жерде тағы бір алдын алу, тұруын жақсарту үшін жаттығу кеглі деген бар, яғни тігішекті ашып жұмып отыру керек. Күнделікті 200-300 реттен жоғары жасасаңыз, сол кезде малый таздағы, кіші жамбастағы бұлшықеттердің жұмысы күшейеді. Одан кейін мүшенің тұруы қатаяды. Газсыз ақсу ішу керек. Ол қан айналымын жақсартып, яғни қант болмағаннан кейін қанның ішіндегі эритроциттер тінге оттегін жақсы тасымалдайды. Ол жақсы тасымалдағаннан кейін именно кіші қан айналымда ол жерде де жақсы тасымалдағаннан кейін тұруы да қатты болады. И жұмсақ емес, жыныстық қатынасқа түскен кезде өзіңізге сенімді болып түсетін боласыз. Фастфудпен бірге тәтті сусындар мүлде шектеу керек. Егер сіз фастфудпен бірге тәтті сусындар жей беретін болсаңыз, қанның ішіндегі инсулин көтеріп кетеді, қантың жоғарылап кетеді. Қант жоғарылағаннан кейін риск сахарный диабетке ауруға жоғары болады, ауырып қалуыңыз мүмкін. Немесе онымен ауырмасаңыз да инсулин жоғары болғаннан кейін сізде әлсіздік болады, тестостеронның түсуі болады, пролактин жоғарылап кетеді, соответственно. Одан кейін мүшенің тұруы әлсіз болады, жыныстық қатынасқа түсуіңіз тоже әлсіз болады. Қарапайым таңертең тұрған кезде тамақтан алдын 30 минут алдын 200 мл ақсу ішу керек. Жылы қайнатылған ақсу. Одан кейін бетіңіз жуып келесіз, тазаланып келесіз. Одан кейін тамақ іше берсеңіз, сіздің жарты сағатта бүкіл қан айналымыңыз, жаңа ішкен суыңыз бүкіл қан айналым шеңберімен өтіп, оттегін тасымалдап тіндерге. Одан кейін тамақ ішкен кезде жеген тамағыңыз бойға бірден сіңетін болады. Бір. Екіншісі, тамақ жеген кезде желательно тамақты, тәтті тамақтарды, шоколадтарды, тәтті сусындарды шектеу керек. Сол кезде сіз тәтті сусын шектейсіз, мучной, яғни ұнды тамақтарды шектейсіз. Сол кезде сіздің тестостероныңыздың, соответственно, спортпен айналысасыз. Спортпен айналысқанда мышца жұмыс істеген кезде бұлшық етіңіз, ол кезде тестостеронның бөлінуі жоғары болады. Сіз дұрыс тамақтанып жатсыз. Жалпы өміріңізге пайдалы болады. Бір. И жыныстық қатынасқа түскен кезде де спортқа дейін және спорттан кейін өзіңіз байқайтын боласыз. Сондықтан ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолын іздеп, врачқа ауырып барғанша врачқа ауырмайтын жолын іздеп алдын алудың шарасын жасау керек болады, жігіттер.